Каспийге кіреміз, госуслугиді басамыз. Цифровой документ. Міне осы жерде справки деген ашылады. Осыған согласие береміз мына жерде. Я согласен продолжить. Мінекей мына жерден шығады. Төменге түскен кезде міне наркологический диспансер, сосын психоневрологический диспансер. Осы екі анықтамаға жет болады бізге. Бұны басамызда, мінекей былай шығады. Поделиться батырмасы бар, отправить деген документті бассақ, мына жерде WhatsApp-қа жіберуге мүмкіндік туады сіздерде. Копилкаға мысал үшін бітеміз де саламыз. Отправить. Болды, ол маған келді WhatsApp-қа. Сосын қайтадан мына жердегі психоневрологический диспансерге тоже кіреміз деп, отправить деп басамыз да WhatsApp-қа сала саламыз. Бар болғаны осы. Телеграмға кіреміз, егопод деп тереміз. Осы жерге кіріп, осы жерден аламыз. Мына жерде батырма менюға басып отырып, услугиға басамыз. Судопроизводство дегенді басамыз. Сосын мінекей шығады. SMS келеді, SMS жібереміз. Сосын сізге анықтамасы келеді, соны скачать етіп аламыз.